Биомассажердың бүгін жолдастар мен сіздерге көрсетейін деп отырмын, қалай қолдануын. Қараңыздар, биомассажер мынау астына қоятынды міндетті түрде биомассажерді мынау массажды қолданған кезде мынау астындағы подставкасын қоятын болыңыздар. Қандай жұмыс жасасаңыз да неге подставкасын қойып отыру керек? Мынау астындағысы желініп қалса, клиенттің денесі ауыратын болады. Ол бірінші, екіншісі импульс қолбақпен жасалатын. Мына біріншісіне оң жағындағы бірінші тесікке саламыз. Қолбақты киеміз. Мынау екіншісіне киетін тоқ жүргізетін қолбақты міндетті түрде сулаймыз. Міндетті түрде сулап, қатты сықпаймыз. Мынаны мойындарыңызға асасыздар. Мына киіледі сыртынан. Мына қолбақ виниловый болу керек. Ішіндегі тоқ жүргізбейді. Тоқ сіздерді ұрмайтын қолбақ. Мынау импульсны қолбақ, массаж жасалатын қолбақ. Міндетті түрде бұлай шығу керек. Неге? Осылай шыққанда сіздерге тоқ ұрмайды. Разница жоқ. Мына жерде минус плюс деген жоқ. Қалай сізге қолайлы, сонысын қоясыздар мұны. Енді клиенттің ісіне салғанда міндетті түрде бір-біріне қолдарыңызды тигізіп барып саласыздар клиентқа. Алғанда да бір-біріне тигізсеңіздер болды. Мына импульсның қолбақпен жасалатын осылай жасалынады.